Тойда мебелді қыз тареп алу керек па, я бала тареп па? Қайдам, о маңызлы емес шығар ол. Енді сіздің Енді әзір көп қыз тареп апарып жатыр ғой бәрі. Қыз тареп алған дұрыс деп ойлайсыз, Қыздың несі дей ме, Сарпайы. Қыз тареп алған жақсы шығар, екеуі бірігіп алғанда қанекей ол қызға да не болмас еді. Yaxshi, rahmet ko'p javob uchun. Қызға бет. Не үшін? Несім оны қалың отыр ғой. Сонда қалың мал мебель алу үшін беріле ма? Иә. Онда не? Бұл әлі жоқ деп қояйын. Сізіңше? Менің ойымша бала тареп алу керек деп ойлаймын. Не үшін? Өзімнің пікірім енді. Yaxshi, rahmet javob uchun. Мебельден қане бала тареп ала берсе. Не үшін? Ол енді о қыз тареп білесіз ғой, аңсат емес. Балалар тарептен бұған өзім жақсы деп ойлаймын да. Себеп не үшін? Себебі енді өмір бақи қаласаң ғой, о қызды алып шеттен аласаң ғой. Содан кейін сол ер бала тарептен алған мақұл деп ойлаймын. Бала тареп алу керек. Не үшін? Себебі қыз бала мысалы өміріні сол еркекке бақшида қылады. Сол бір инсанды беріп жіберу аңсат емес. Мысалы ата-ананың бауырынан жұлып өміріні енді тіккеннен кейін соған жараса бала тареп алу керек. Бала тареп. Сіз не деп ойлайсыз? Мен бала тареп алу керек. Не үшін? Неге десең, мысалы ата-анасы қызды сонша оқытады, тәрбиелайды, һәм және оны бір жерге ұзатып жібереді. Сонда һәм оқытып, тәрбиелеп, және мебельдерін қосып беріп жүретін болса қайда, меші бір өмір сияқты қызмет істейді. Ертең оқытса, сояқта жұмыс істеп, мысалы айлығының хаммесін сол баланың үйбетіне береді ғой, мысалы қыздың үйбетіне беріп отырмайды тұрмысқа шыққаннан кейін. Сол үшін хамме затты баланың үйінің іші тәмінлеу керек деп ойлаймын. Мен де қосыламын сол пікірге. Баланың үйбеті алу керек мебельді. Бала тареп алу керек. Бала тареп. Һәм өзінің абыройына жараса береді. Неге бала тарепке ұнамаса, баланың өзіне ұнайтын алады да, бірақ қыз тарепін беру керек. Не үшін бала тареп алу керек деп ойлайсыз? Бәрібір ол баланың үйіне баратқан зат қой, өзіне мүлік болып қалады ол, қыздың үйіне емес. Сіздер қосыласыз ба сол пікірге? Яки қыз тареп алған дұрыс па? Бірақ негіз жақсы көрсе, негіз мебельге де қарамайды. Бірақ бала тареп алған дұрыс та көбінше. Қыздың үйі қиналып қалады. Сол бәрібір қыз беріп жатқан тареп бәрібір қыздың бергеннің өзі олар үшін ең жақсы не болу керек. Мужской гордость болса, еркек адам өзі тәмінлейді әместін. Көріп тұрғаныңыздай сұрауламамызға әрқилы жауаптарды алдық. Сіз де өз пікіріңізді комментария бөліміне қалдырып өтіңіз. Тойыңыз үшін сапалы мебельдерді мебель орайымыздан тапсаңыз болады.